Қазақ жаман, қазақ жалқау. Армысыздар, қытайлық қазақ қыздарыңыздың парақшасына қош келдіңіздер. Қазақ жаман дейміз, қазақ жалқау дейміз. Сіздер білесіздер ме, мына менің арт жағымда тұрған Гонконг, Макао және Шқығырлық Жухай қаласын тұтастырып тұрған алып көпір, бас аяғы 55 километр тұратын мына бір әлем бойынша 7 кереметке кірген, 7 керемет атақты құрылыстардың бірі болған Гуанчжоу Дачаудың инженерлерінің, жобалаушыларының бірі қазақ екенін білесіз бе? Енді мен дәл осы жеріне келгенде мақтанайын деп тұрмын. Себебі бұл көпірдің жобалаушыларының бірі қазақ, ол Алтай, Көктоғай ауданында туылған екен. Яғни менің ауылдасым. Мен өзім Алтай ауданынан болам. Өлеухан Қиса 1963 жылы Шинжаң автономиялы районы Алтай аймағы Көктоғай ауданында дүниеге келген. Японияның Донбей университетінің докторлық мамандығын тамамдаған. Қазіргі Гуанчжоу университетінің профессоры. Жер сілкіністен сақтану техникасының әлемдік деңгейдегі зерттеушісі, атақты ғалымы. Өлеухан атамыздың жер сілкіністен сақтану жөніндегі зерттеу нәтижелері бүткіл әлемдік деңгейде ерекше үлес қосқан. Міне бұл қазақ мықты, қазақ керемет. Видео ұнаса, жүрек баса кетіңіздер, пікір аймағына керемет пікірлеріңізді қалдырыңыздар, маңайыңыздағы достарыңызға жалғап таратып қойыңыздар. Тіпті де көп адам осындай мықты қазақтар бар екенін біле жүрсін.